Бостандық қандай тамаша ұғым. Еркін өмір, кең дала, таусылмас ауа, сарқылмас сана. Барлығы да осы бір қасиетті ұғымға еніп кеткендей. Бостандықтың арайлап атқан әр таңы, мұнарлап батқан әр күні адам баласы үшін өте ыстық, қимас қазынасы іспетті. Бостандық даласында еркін өскен әрбір азамат өзіне тиесілі ата-ана мейірімін, дос-жаран шапағатын, ағайын ақылын толық ала алады. Ата-ананың ыстық махаббатына бөленіп, аялы алақанның жылуын сезініп, еркелеп өскенге не жетсін шіркін. Ал қараңғы тас қапаста сен мұның бірін де сезбейсің. Бостандықтың қасиеттілігінің өзі де сол шығар. Онда сен еркін жүресің, еркін күлесің, тіпті еркін тыныстайсың да. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер демекші. Кеше сен біреуге қиянат қылсаң, оның ертең соны саған жасамарына кім кепіл? Сен оған мейірімділік танытқанымен, ол оны ұғынбайды. Себебі ол әлі өмір соққысын көріп, сабағын алған жоқ. Еркіндікті әркім әрқилы ұғынып, еркіндік жолының сан қилы саласына түсіп кетуі ғажап емес. Адам баласы еркіндікті көбіне бұзақылықпен, қылмыспен ұштастырады. Өзін еркін сезініп, еркін жүріп тұруды біреуге қиянат көрсетумен дәлелдеп жатады. Небір сорақылық жасап, ішкілік ішіп, шайтан азғыруына ілініп, өз өмірін өздері күл қылатындар біздің қоғамда аз кездеспейді.
шайтанның жолдасы, ішімдіктің досы болған адамға дүние өзгеріп сала береді. Оған ата-ана, дос бауырдың қажеті шамалы. Себебі ол енді ата-ана көз жас көрмейді, мұңлы зарын естімейді. Ал ішімдіктің соңы қылмысқа, қылмыс түбі түрме екенін ол ешқашан білмейді. Бауырым Жаслан, атадан екеу едік. Оның бірі мен, бірі сен. Мен саған өкпелімін. Жалғыз тұяқ деп еркелеткендегі көрсеткен жақсылығың анамызды көрге салды. Жалғыз қамқоршым анамнан, панамнан айырдың. Сенің әрбір ойсыз іс-әрекетің анаңның амалын тауысып, қадамын қысқартты. Енді мені іздеме. Өз ісіңнің есебін алып, өмірдің мәнін түсінерсің. Сонда менің жанымды ұғарсың. Ал ендеше, Алла саған ойыңа қозғау салып, жүрегіңе иман берсін. Бұл жолдан сен алып шығатын тек Алла шапағаты, иман нұры. Сау бол, жалғыз Адам боп келіп өмірге, адам боп қалу қиын-ақ. Бірақ адам боп қалу үшін талпынған, кеш болса да өмір сабағын алған жандар бақытты. Себебі соңғыға берері бар, үйретер сабағы бар, келтірер тәубасы бар. Бізді қуантатыны да